Мен қазақпын деп Инстаграмда әнді қойып билетіп миллион просмотр жинайтын блогерлер қазақтығың қайда? Ассалаумағалейкум, құрметті отандас бауырлар. Бүгін Самат Ахмет тағы да сіздердің алдарыңызға мінекей аузын көбіртіп сөйлеп шықты. Бұл тағы не айтайын деп отыр деп отырған шығарсыздар. Бүгінгі сөздерім сіздің жүрегіңізге қатты тиюі мүмкін. Сондықтан бір лайкты басып өтіп кетсеңіз де болады. Құрметті қазақстандықтар, құрметті оқырмандар. Корея көмек парақшасы Оңтүстік Корея елінің президенті Мун Чже Ин мырзаға үндеуді жолдады. Біздің осы парақшамыздың 70% оқырмандар үндеуге тіркелді, үндеуге қолдауды көрсетті. Барлықтарыңызға алғысым шексіз, рахмет. Алайда, бұл үндеуді президент Мун Чже Ин мырза қарау үшін ол жерде адам саны 100 мың болу керек. 100 мың адам саны жиналған кезде Кореяда жүрген Қазақстан азаматтарына жұмыс визасы берілетін болады. Және Қазақстаннан Кореяға келетін отандастарымызға олар жұмыс визасымен Корея еліне кіріп келеді. Ешқандай агенттерге алданбайды, ешқандай алаяқтарға алданбайды. Тікелей мемлекеттің бағдарламасымен Оңтүстік Корея еліне кіріп келе алады. Бізге Корея елінде жүрген отандастарымызға ешкім қысым көрсетіп жатқан жоқ. Ешкім бізді ұрып соғып жатқан жоқ. Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Бір ғана мәселе бізде құжат мәселесі. Яғни отандастарымызға жұмыс визасы беру мәселесі. Сол жұмыс визасы болмағандықтан отандастарымыз ауруханаларға түскен уақытта жеке бастары сақтандырылмай миллиондаған ақшалары төлеп жатыр. Кореяның заңдарын білмей, өздерінің жеке құқықтарын қорғай алмай жатыр. Осының барлығы құжат мәселесі. Егер әрбір отандасымызда жұмыс визасы болатын болса, олар Корея елінде емін-еркін өзі қалаған нәрсесін заңмен істей алады. Қазір заңсыз жүрген отандастарымыз айына 800 мың, 900 мың Қазақстанның теңгесімен осы Корея елінде тауып жатыр. Бұл заңсыз отандастарымыздың тауып жатқан ақшасы. Егер сол отандастарымыздың барлығына мысалға жұмыс визасы берілетін болса, біз бұдан да көп ақша табамыз. Осы елде қазақстандықтардың тауып жатқан ақшасы барлығы Қазақстанға жіберіліп жатыр. 2020 жылы Оңтүстік Корея әлем бойынша бірінші орында тұр, Қазақстанға ақша жіберген. Бірінші орында. Құрметті отандастар, қайта-қайта айтып жатырмын сіздерге. Мен қазақпын деп мақтанғанды білеміз. Мен қазақстандықпын деп туды көтеріп жүгіргенді білеміз. Алайда, бір бауырларыңыз алдарыңызға шығып, отандастар, қазақстандықтар, бізге көмек керек, сіздерден ақша сұрап жатқан жоқпын. Бар болғаны үндеуге бір қолдау көрсетіңіз деп, сіздердің алдарыңызға шыққан уақытта халықтың қолдауы аз болып жатыр. Бұл әрине өкінішті. Мен бар болғаны қара халықтан осы үндеуге дауыс беруін сұрап жатырмын. Дәл сізден сұрап жатырмын. Егер жүрегіңіз мен қазақпын деп, егер қаныңыз мен қазақпын деп қайнап тұрған болса, Қазақстан үшін жаныңызды беруге дайын болсаңыз, бізге қолдау көрсетіңіз. Мен Самат Ахмет Қазақстанның ең алдында жүрген блогерлерге, бұқаралық ақпарат құралдарына, тілшілерге, барлығына жаздым. Осы отандастарымыздың мәселесін қолдаңыздар. Осы үндеуге дауыс беруді көмектеріңізді беріңіздер деп. Алайда блогерлердің сұрап жатқан ақшалары 800 мың, 900 мың, 1 миллион бір пост үшін. Мен қазақпын деп Инстаграмда әнді қойып билетіп миллион просмотр жинайтын блогерлер қазақтығың қайда? Айтшы, қазақтығың қайда? Бір ғана үндеуге дауыс бере алмасаң, бір ғана отандасыңның айтқанын жасай алмасаң. Қазақстанда болатын сайлауда осы Оңтүстік Корея елінде жүрген отандастарымыздың да мәселесі көтерілсін. Олардың да құқықтары қаралсын. Біз адалмыз деп халықтың ортасында жүрген адал партиясына да байланысқа шықтық. Осы үндеуді қолдаңыздар. Отандастарымыздың жұмыс визасы мәселесі қаралсын деп. Бәлкім сіз намыстанатын шығарсыз. Не үшін Қазақстан азаматтары Кореяға кетіп жатыр деп. Егер Қазақстанда мынау екі қолымызға бір күрек болатын болса, біз Қазақстаннан ешқайда кетпейміз.
Бұл жерге келіп жатқан отандастарымыз барлығы баспана мәселесі, мемлекет алдындағы несиесі, осындай мәселелермен қаржылай қысымнан келіп жатыр. Бұл жерде өмір сүруге ешкім келіп жатқан жоқ. Корея өмір сүретін жер емес, ақша тауып жағдайыңды жасайтын жер. Біз бұл жерде мәңгі қалып кетпейміз. Жағдай жасалғаннан кейін әр адам өзінің отбасын емін еркін асырай алатындай өзінің жеке бизнестерін ашқаннан кейін, мемлекет алдындағы берешегін барлығын бергеннен кейін, ол отандастарымыз өз елдеріне қайтады. Алайда соның өзіне 2 жыл, 3 жыл уақыт өтіп кетеді. Сол 2 жыл, 3 жылдың ішінде отандастарымыз осы жерде құжаттардың жоқтығына байланысты қаншама қиыншылықтармен жүреді. Сондықтан отандас бауырлар, сөйлей берсек сөз көп. Мен бүкіл қазақстандықты бізді қолдағанын қалаймын. Егер сілтемеге түсінбесеңіз, сілтеменің артынан сізге видео барып жатыр. Яғни сол үндеуге қалай дауыс беруге болатындығы қазақ тілінде. Отандас бауырлар, сөйлей берсек сөз көп. Мынау мен қазақпын деп жүрегі жанып тұрған әрбір отандасымыз бізді қолдайды деген үміттемін. Қолдау көрсете аласыз ба? Біз сізден ақша сұрап жатқан жоқпыз. Бар болғаны осы ақпаратты кеңінен таралу үшін қолдау көрсетіп, бір комментария, бір лайк басып кетіңіз. Соның өзі осы үндеуге сіздің жасаған қолдауыңыз болады. Сіз жіберген сол достарыңыз кіріп сол жерге дауысты береді. WhatsApp желісінде сізде қанша адам бар? Махаббатым, әншім, тағысын тағы, Вайнер, TikTok, миллиондаған сізде группа бар. Соның барлығына жауап беріп қызығын көріп отырсыз. Бір қазағымыздың осындай бір мәселесі көтеріліпті. Осы нәрсені бүкіл ел болып қолдауды көрсетейік деп. 1 минут уақытыңызды бізге ажыратыңызшы. Осы ақпаратты кеңінен таралу үшін WhatsApp'та 100 досыңыз бар, жарайды 50-үне жіберіңізші. Барлық отандастарымыздан Алла разы болсын. Мен сіздерді қолдауларыңызды күтемін.